Баршаңызға сәлем, сіздермен болған арайлым. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді жұмсақ сметанник пирогын жасаймыз. Бізге ол үшін ұн керек. Ұнымызға бір шай қасық разрыхлитель салып араластырамыз. Одан кейін қантымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Сары майымызды алып, ұнымыздың үстіне салып, қолымызбен езіп, осындай түйіршік қамыр жасаймыз. Немесе сары майыңыз морозилькте тұрса, оны теркадан өткізіп алсаңыз болады. Үстіне жұмыртқамызды салып, 2 толы жұмыртқа саламыз, жақсылап қамыр илейміз. Қамырымызды жақсылап илеген соң, алып пакетімізге салып, холодильникке салып қоямыз. Қамырымыз дайын, одан кейін начинкасын дайындаймыз. Қаймағымызға 1 жұмыртқа саламыз. Қант саламыз. Қантты өз қалауыңыз бойынша салсаңыз болады. Одан кейін сахарный пудра саламыз, немесе ванилин салуға да болады. Барлығын қосып араластырамыз. Осымен біздің начинкамыз дайын. Қамырымызды холодильниктен алып, жайып шығамыз оқтаумен. Формамызды алып, менде диаметрі 23. Формамызға жайғастырамыз, одан кейін үстіне начинкасын құямыз. Сонымен дайын болады. 180 градуста 40 немесе 45 минут пісіріп аламыз. Видеоның соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алда бұйыртса тағы да неше түрлі дәмді рецепттер болады. Күтіңіздер.